Өрістің аты латын әрпімен жазылады. Өрістің типі мәліметтер өрісінде сақталғандардың типтерін сипаттайды. Деректер базасы дегенімізде кім айтады? Деректер базасы дегенімізде бізде деректер базасы дегеніміз ол бізде MS Excel программасында жасалатын арнайы программа. Біз оны осылай келесі үйде жасаймыз. Электрондық кесте деп атауға да болады. Электрондық кестеде сен жұмыс жасау екенін білесіздер қалай. Деректер базасы дегеніміз ол бізде көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін арналған арнайы программалар. Деректер базасы тек қана мысалы адамдардың деректер базасын ғана емес, және де көптеген деректер базасын енгізуге болады. Мысалы жұмыстың не болмаса адамдар туған жылын айын осы барлығы бізде деректер базасына кіреді. Бұл бізде MS Access программасында жасалған кесте. Мына жерде берілген код, қанша сандар, рет саны, күні, облачный температура деп осыларды біз MS Access-та жасаймыз. Мысалы, тапсырма осындай. Күнделік атты файлды құрып, оны электронды тасымалдаушы құралдарға немесе менің деректер базасы деп сақтап қоясыңдар. Бірінші тапсырмада бізде кесте құрып, оның атын оқушылар дербес деректер базасы бірінші бетте, сосын екінші кестеде құрып мұғалімдер деректер базасы деп екінші бетте сақтап қояды. Ондағы екінші кесте бойынша оқушылар мен мұғалімдердің тегі, аты жөні. Деректер базасы бұл алдымен кестелер жиынтығы, мәліметтер қорына процедуралар және басқа объектілер қатары кіреді. Деректер базасы қоғамның қандай да бір саласындағы немесе оның бөліміндегі нақты объектілер туралы мәліметтер жиынтығы. Біз сендермен көрді қалай біз лист 1 деп тұрған мына жерде. Лист 1 деп тұрғанда мына жерде біз сендермен жаздық. Рет нөмірі, рет саны, тегі аты, әкесінің аты, мекен жайы, телефон нөмірі және қызған әкесі. Бұл жерде біз жаздық мұғалімдердің, балалардың тегі, аты жөні, тұратын жері, мекен жайларын осы жерде құрады. Бұл жерде қарасаңдар, сендер біз қандай программамен жұмыс жасадық деп ойлайсыңдар? Excel, дұрыс, жақсы. Келесі бетті ашамыз, ал бұл жерде басқаша болады, қараймыз. Келесі бетті ашсақ, мына жерде мұғалімдердің тегі, аты жөні дәл осындай бірінші бетте сияқты тек қана мұнда өзгертілген. Бірақ та олардың пәннің аты не болмаса мұғалімдердің жүргізетін қандай сабағы. Осы барлығы біз осындай MS Access-та Excel-да жұмыс жасайтын болды. Осындай бүгінгі сабақта қорытындылай келсек, не біз үйрендік? Excel-да жұмыс істеу. Excel-да жұмыс істеу, Осының деректер базасына қалай кесте құраймыз? Деректер базасы деген не? Деректер базасы дегеніміз не? Соның барлығын біз бүгінгі сабақта үйрендік. Балалар, тағы да не қосасыңдар? Бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Маған осы кестелерді толтыру өте қызықты болды. Жақсы, тағы да қосатындарыңыз? Деректер базасы туралы өте білдім. Жақсы, молодец. Деректер базасы жүйесі, database system, белгілі бір пәндік сала туралы арнайы ұйымдастырылған ақпаратты сақтауға арналған компьютерлік жүйе. Мәліметтер қорында файлдар, кесте, жолдар, жазба, бағандар, өріс болып анықталады. Кесте және мәліметтермен орындалатын амалдар арнайы SQL операторлары арқылы орындалады. Кестені қандай да бір объектілер жиынның атрибуттары бар екі өлшемді кесте ретінде елестетуге болады. Кестенің аты идентификатор болады. Ол арқылы оған сілтеме жүреді. Кестенің бағандары сол немесе басқа объектілердің характеристикаларына, яғни өрістерге сәйкес келеді. Әрбір
өріс сақталған мәліметтердің аты мен типі арқылы сипатталады. Өрістің аты идентификатор, ол әртүрлі программалардағы мәліметтерді манипуляциялау үшін қолданылады. Өрістің аты латын әрпімен жазылады. Өрістің типі мәліметтер өрісінде сақталғандардың типтерін сақтайды. Ол жол, сан, үлкен текстер, кескіндер болуы мүмкін. Әрбір кестенің жолы берілген кестеде сипатталған объектілердің біреуіне сәйкес келеді. Оны жазба деп атайды және оның құрамына берілген объектіні сипаттайтын барлық өрістердің мәні кіреді. Мәліметтер қорын құрған кезде информациялардың қарама-қайшылықсыз болуын қамтамасыз ету маңызды. Әдетте бұл әрбір жазбаның қайталанбауын қамтамасыз ететін кілттік өрісті енгізумен іске асады. Кілттік өріс бір немесе бірнеше өріс болуы мүмкін. Әдетте бұл әрбір жазбаның қайталанбауын қамтамасыз ететін кілттік өрісті енгізумен іске асады. Кілттік өріс бір немесе бірнеше өріс болуы мүмкін. Өрістердің мәнін қолданушы өзі енгізеді және ол мәліметтер қорында сақталады. Бұл өрістерден басқа кейбір жүйелерде есептелінетін өрістерді енгізуге болады. Мұндай өрістердің мәнін қолданушы енгізбейді, ол автоматты түрде басқа жазба өрістерінің мәніне негізіне есептелінеді. Кесте мен жұмыс кезінде қолданушы немесе программа курсормен жазбалардың бойымен жылжитын секілді. Әрбір уақыт мезгілінде ағымдағы жазба бар және онымен жұмыс жасалады. Мәліметтер қоры жүйесі. Онда жүйенің негізгі 4 компоненті көрсетілген: мәліметтер, ақпаратты қамсыздандыру, бағдарламалық қамсыздандыру және қолданушылар. Мәліметтер көбінесе мәліметтер қорындағы мәліметтер тұрақтылар деп аталады. Тұрақты ретінде аралық нәтижелер, сұраныстар нәтижесі, кіріс және шығыс параметрлері және тағы да басқа алуға болады. Мәліметтер қоры жүйесі бір қолданушылық бір уақытта бір ғана қолданушы қолдана алатын және көп қолданушылық бір уақытта бірнеше қолданушы қолдана алатын бола алады. Ақпаратты қамсыздандыруға төмендегілерді жатқызуға болады. Ақпаратты сақтауға арналған жинақтағыштар, контроллер құрылғылар, бағдарламалық қамсыздандырумен жұмыс жасауда қолданылатын компьютер жадысы және процессор немесе процессорлар. Бағдарламалық қамсыздандыру қолданушылар жүйесі мен мәліметтерді физикалық сақтауға арналған жүйенің өзара әрекетін қамтамасыз ететін мәліметтер қоры. Диспетчері, Database Manager немесе мәліметтер қорын басқару жүйесі. Database Manager System. Негізгі қызметі қолданушысына ақпаратты қамсыздандыру деңгейіне кіріспей-ақ мәліметтер қорымен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Басқа бағдарламалық қамсыздандыру құрамына басқа да компоненттер кіреді. Мысалы, утилиттер қосымшаны құру құралдары, жобалау құралдары, есеп беру генераторлары. Қолданушыларды 4 топқа бөлуге